Барлығына сәлем достар, есімім Гүлхан, менің тігін каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода біз трендтегі оверсайз свитшотты 0-ден бастап тігуді үйренетін боламыз. Осы видеодағы ақпаратты жақсы меңгеріп алсаңыз, сіз кез келген өлшемде лекал сызуды үйренетін боласыз. Және кез келген өлшемге осылай сапалы свитшотты тігіп табысқа шыға аласыз. Жалпы берілетін ақпарат өте көп болғандықтан мен бұл видеоны екі бөлімнен тұратындай еттім. Бірінші бөлімінде біз лекал сызып матаға түсіретін боламыз, ал екінші бөлімінде матаға қиып, соны тігу барысын толықтай көрсететін боламын. Ендеше бастайық. Негізі біз миллиметрлік қағазға лекал сызамыз, алайда ол миллиметрлік қағаз көбісінің үйінде жоқ, көп жерде сатыла бермейді. Сол себепті осы жолы мен осындай обойдың, үйде мысалы қалып қалған обойдың артына сызуды үйрететін боламын. Қайшы, сантиметрлік таспа, сызғыш және қарындаш. Біз оверсайз свитшот тігетін болғандықтан сізге өз өлшеміңізді біліп алу ғана жеткілікті. Мысалы, киім дүкендеріне барғанда сіз 42, 44, 46 немесе S, M, L, XL деген размерлерді көресіз, соны біліп алсаңыз жеткілікті. Ал егер білмейтін болсаңыз, қазір видеода мен кестені қалдырамын. Сол кестеге қарап, өзіңіздің кеуде айналымыңызды, бел айналымыңызды және бөксе айналымыңызды өлшеп, өз өлшеміңізді тауып алыңыз. Мен бүгін 44 размерге тігетін боламын. Обойдың жоғар жағына 3 сантиметр қалдырамыз. Және мына жағынан 1 сантиметр жоғары болса жеткілікті. Бұл бізде О нүктесі деп аталады. О нүктесінен төмен қарай біз свитшоттың ұзындығын есептейміз. Ол 44 размерде 67 сантиметр. Мен қазір осылай төмен қарай 67 сантиметрді шығарамын. Мінекей, мен О нүктесінен 67 сантиметрді сыздым. Бұл 44 размерде. Және бұл сан 1 сантиметрге өсіп, 1 сантиметрге кеміп отырады. Мысалы, сізде 46 размер болса, бір размерге үлкен болса, сіз ұзындықты 68 деп аласыз. А егер сіз, мысалы, 42 размерде киетін болсаңыз, 67-тен 1 санды алып тастайсыз, 66 деп сызатын боласыз. Енді О нүктесінен 10-ға қарай біз мына алдыңғы бойды сызуымыз керек. Ол неше сантиметр? Ол бізде 28 сантиметрді береді. Мінекей, 28 сантиметр. Мен жазып қоям. 28 сантиметр. Бұл жақта бізде 1 сантиметрге өсіп, 1 сантиметрге кеміп отырады. Егер сіз 42 размерде сызатын болсаңыз, 28 емес, 27 деп аласыз. Бізге қазір кеуде сызығын табу керек. Кеуде сызығын О нүктесінен төмен қарай нақты санды сызатын боламыз. Ол бізде 26 сантиметр. 26. Менде 26, бұл 44 размерде. Бұл жер 0,5 сантиметрге өсіп кеміп отырады. Егер сізде 46 размер болса, 26-да 5 деп сызасыз. Және осы 26-ны осылай қосамыз. Яғни мына 28-ді төмен қарай мына бұйымның ұзындығына дейін қосып квадрат шығарып аламыз қазір. Мынау біздің алдыңғы бойымыздың лекаласының шаблоны. Енді бізге мойын ойынысын шығару керек. Мойын ойынысын біз мына О нүктесінен 10-ға қарай қазір белгілі бір нақты санды сызамыз. Менде ол 9,4 сантиметр. 9,4. Бұл жер әдеттегідей 1,05 сантиметрге өспейді. Бұл тек 0,3 сантиметрге өсіп кеміп отырады. 9,3. Егер сізде 42 размер болған жағдайда сіз 9,1 деп сызасыз, яғни 0,3 сантиметрді алып тастайсыз. Егер 46 размер сызғанда 9,4-ге 0,3-ті қосасыз, 9,7-ні сызатын боласыз. Міне, менде осындай нүкте пайда болды. Енді О нүктесінен төмен қарай мына мойынды сызуым керек. Менде 44 размер болса, ол жер 8,3 деген санды береді. 8,3. Бұл жерде 0,3 сантиметрге өсіп кеміп отырады. Мінекей, енді пайда болған екі нүктені осылай дөңгелетіп қосамыз. Арнайы сызғышпен қоссаңыз өте әдемі шығады.
немесе осылай мен сияқты көзбен сызсаңыз да болады. Мінекей, біздің мойнымыз дайын болды. Алдыңғы бойдың мойны. Енді бізге мына иықты шығару керек. Иықты біз мына мойынның нүктесінен оңға қарай сызатын боламыз. Ол менде 12 сантиметр. 44 размерде 12 сантиметр. Бұл 0,5 сантиметрге өсіп кеміп отырады. 42 размерде сіз 11,5-ды сызасыз осылай. Мына шыққан 12 деген санды тура кеуде нүктесіне ішіне әкеп түсіреміз. Бұл деген 6,5. Мына екі нүктені қосамыз. Және мына жерден 3 сантиметрді белгілейміз. Мына мойынның біткен жерімен мына 3 сантиметрді сызамыз. Бұл жерде 3 сантиметр тұрақты. Сіз 50 размерге немесе 40 размерге тіксеңіз де, 46-ға тіксеңіз де осы 3 сантиметр өзгермейді. Енді бізде мына екі ара қашықтық бар. Осыны өлшейміз. Неше сантиметр шығатын? 20, 23. 23-ті 2-ке бөлеміз. 11,5. 11,5 сантиметрді 1,5 сантиметрге ішке кіргіземіз. Мінекей. Бұл тұрақты. Тұрақты сандарды мен осылай дөңгелек қып белгілеп қоямын. Енді мына нүктемен, мына 1,5 мен мына қолтық ойындысын қосатын боламыз. Мінекей біздің 44 размердегі свитшоттың алдыңғы бойы дайын. Енді бізге артқы бойды тура осылай сызуымыз қажет. Мына 28, 67 деген сандарды тура мына жерге әкеп көшіреміз. Олар өзгермейді. Мінекей, мынау артқы бой дайындап алдық. Енді мына мойынның мына 10 нүктесінен 10-ға қарай бізде болған сан өзгермейді. Ол менде 9,4 болды. 0,3 сантиметрге өсіп кеміп отырады. Оны айттық. 9,3-ті сызып алдым. Артқы жағында стандарт түрде 2,5-ды сызамыз. 2,5 өзгермейді. Енді осы шыққан 9,4 пен 2,5-ды әдемілеп қосып шығамыз. Және мына жақтағы біздегі 12 деген иық, ол да өзгермейді. Тура солай көшіреміз, қалай бар. 12-ні сызып алдық. Осы 12-ні төмен қарай кеуде сызығына шейін түсіріп қосамыз. Және бұл өзгермейтін тұрақты сан 3 мына жерде. Артқы бойда да 3 өзгермейді. Осы екі ортаны қосамыз. Артқы бойдың иығы дайын. Енді бізге мына қолтық ойындысын шығару керек. Мына екі ара қашықтықты қайтадан өлшейміз. 23 бұл жерде де. Енді 11,5 дәл ортасы. Алдыңғы бойда біз 1,5 сантиметрдегі кіргізгенбіз ішке қарай. Артқы бойда тек 0,5 сантиметр ішке кіргіземіз. Бұл да тұрақты сан өзгермейді. Енді пайда болған мына 3 нүктесі 0,5 және мына қолтықты қосамыз. Мынау бізде жазып қоямыз. Артқы бой. Мынау бізде алдыңғы бой. 44 размерде. Лекалымызды қайшымен қиып алайық. Жеңді сызуда бізге 3 қана сан қажет. Олар тұрақты сандар. Қазір 44 размерде сызамын. Қалған размерде қалай өсіп кемейтінін сіздерге көрсететін боламын. Ендеше бастайық. Мына жан жағына 1-1 сантиметрді сызып аламыз. О нүктесі болсын. Осы жерден біз 44 размер болғанда 10-ға қарай 45 сантиметрді сызамыз. 44 размерде 45 сантиметр. Бұл жер 1 сантиметрге өсіп кемейді. Мысалы, 42 размер болса 44, 46 размер болса 46, 1 сантиметрге өсіп кеміп отыратын болады. Осы 45-ті 2-ге бөлейік бірден. Мынау центр болады.
Енді 10 нүктесінен төмен қарай мен 59 сантиметрді сызамын. 59 сантиметр жазып қояйын. Бұл жер 0,5 сантиметрге өсіп кеміп отырады. 42-ші размерде сіз 58-де 5 деп аласыз, 46-ші размерде 59-да 5 деп 0,5 сантиметрге өседі, 0,5 сантиметрге кемейді. Енді бізге 10 нүктесінен төмен қарай тағы да бір өлшем қажет болады. Менде ол 11 сантиметр. 11 сантиметр. Бұл жер бізде 0,5 сантиметрге өсіп кеміп отырады. Мына шыққан нүктені мына жаққа дейін созамыз 45 сантиметрге дейін. Және мына 59 сантиметрде созып 4 бұрыш жасап аламыз. Мінекей осындай 4 бұрыш пайда болуы қажет. Біз бағана дәл ортасын тауып алғанбыз. 22-де 5, 45-нің жартысы. Соны төмен қарай түсіреміз қазір. Мінекей дәл ортасын тауып алдық. Мына нүктемен мына нүктені, мына мен мынаны қосып шығамыз. Түзу. Мінекей, мына ара қашықтықты дәл 4-ке бөлеміз. Бірінші сызғышпен өлшеп аламыз неше сантиметр екендігін. 25. 6-да 25 болады. Міне 6-да 25-ті 4 рет осылай. Мінекей, осындай 4 бөлікке теңдей бөліп алдық. Мына жақты да тура солай жасаймыз. Осындай нүктелер пайда болды. Енді осы нүктелерді қазір біреуін ішке кіргіземіз, біреуін сыртқа шығарамыз. Соны реттеп алайық. Мына бірінші нүктені біз 1 сантиметрге ішке кіргіземіз осылай. Сызғышты осылай ұстап тұрып, мінекей осындай белгі қалдырамыз. Екінші сантиметр, мына екінші нүкте өзгермейді. Мына үшіншісін біз 1,5 сантиметрге жоғары шығарамыз, төбеге қарай. Мінекей, осы нүкте пайда болады. Мына нүкте өзгермейді. Мына келесі, мына жақтағы нүкте жоғарыға 2 сантиметрге шығады. Екінші нүкте өзгермейді. Мына үшінші нүкте төменге 0,5 сантиметрге кіреді. Мінекей. Осындай нүктелер пайда болды. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Осыларды қазір бір-бірімен қосып шығамыз. Қандай ұшы шығып қалған емес, әдемі дөңгелек болып жатуы қажет. Енді бізге мына манжет жақты реттеу керек болады. 44-ші размерде мен мына екі шетінен ішке қарай белгілі 1 сантиметрді кіргіземін. Ол менде 8,7 деген сантиметр. 0,3 сантиметрге өсіп кеміп отырады. Мына жақтан да 8-де 7. Енді шыққан мына нүктемізбен мына пайда болған нүктені қазір қосамыз. Мінекей біздің жеңіміз дайын болды. Енді қайшымен толықтай қиып шығамыз. Біз ары қарай жалғастырмастан бұрын мен бір қателік жібердім. Ол деген мына алдыңғы бойда 44-ші размерде 28 сантиметр емес, 27 сантиметр. Сол себепті де мен мына жерден қазір 1 сантиметрді алып тастаймын. Сызып қойдым. Алда уақытта сіздер шатасып жүрмеу үшін бірден қатемді түзетейін. Мінекей, енді біздің лекаламыз дайын болды. Мына алдыңғы бой, артқы бой, жеңнің ұзындығы бұл 44-ші размердегі свитшоттың дайын түріндегі өлшемі. Ал біз қазір свитшотқа негізгі матадан бөлек кашкарсе матасынан осындай манжет тігетін боламыз. Бір ұзындығы 5 сантиметр дайын түрінде болатын. Және мына етегіне мына негізгі матаны жинап тұру үшін осындай кашкарсе матасын тігетін боламыз. Сол себепті де осы 5 сантиметрді, осы жердегі 5 сантиметрді біз мына жерден қазір қиып алып тастаймыз. Алдыңғы бойдан, артқы бойдан және жеңнің ұзындығынан. Ал егер сізде кашкарсе матасы болмай, сіз осылай негізгі матаны ұзын қылып қалдырам десеңіз, сіз олай жасамасаңыз да болады, қимасаңыз да болады.
лекаланы матаға сызбастан бұрын мата туралы маңызды ақпаратты айтып кетейін. Менің қолымдағы бұл футер трехнитка без начеса деген, астың жағы осындай болады. Бұның негізі бірнеше түрі бар. Двухнитка дегеннен футболка, шорты деген, трехнитка деген осыдан жилоникай, свитшот, худи тіге беруге болады. Және с начесом деген бар, іші жүні бар, оған қыстық свитшоттарды тігеміз. Енді бұл созылатын трикотаж материал болғандықтан пішуге дайындауымыз қажет. Ол үшін матаны екі бүктеп, үтіктің ыстық буымен матаны үтіктеп шығамыз толықтай. Үтікті былай тартып, созып үтіктемейміз. Мата қалай жатыр, тура солай, осылай печать сияқты басып, әдемі бір керкі үтіктеп шығамыз. Енді қарап тұрсаңыз, мына жерде кромка, матаның сетінемейтін шеті бар, иә. Біз өзіміздің жаңағы лекаламызды қалай қоямыз. Осы матаның екі жағында осындай екі кромка болады. Матаны екі бүктейміз. Мынау менің лекалам деп есептейік, иә. Мына жері ізгип, иә. Яғни екі бөліктен тұрады ғой біздің алдыңғы бой. Сол үшін тура осы ізгипке әкеп қоямыз. Мінекей осылай әкеп қоямыз. Енді қанша қосымша береміз? Мойыннан ешқандай қосымша бермейміз. Иықтан 1 сантиметр асырамыз. Қолтық 1 сантиметр, мына жан тігісі 1 сантиметр, етегіне 1 сантиметр беріп, қайшымен қиып аламыз. Артқы бойды тура осылай астына қоямыз. Себебі ол да осы мына ізгипте жату керек. Мойнына ешқандай сантиметр бермейміз. Иыққа 1, қолтыққа 1, жанына 1, етегіне 1 сантиметр беріп тігеміз. Енді жаңағы жең болса, жеңді тура ортаға қоя берсеңіз болады. Себебі ол бізде тұтас біреу, иә? Тұтас біреу. Ол бұлай бүктеліп тұрған жоқ. Сол үшін екі бөліктен тұру керек. Сол жақ қол, оң жақ қол деп сол үшін матаға тура осылай тікесіне жатқызамыз. Яғни, мына ортадағы сызық, мына кромкаға осылай параллель жатуы қажет. Біз бұйымды ешқашан бұлай қоймаймыз. Мына мысалы бізде кромка болсын, кромкаға ешқашан қиғаш жатқызбаймыз. Мына сызыққа параллель осылай жатуы қажет. Мінекей мен алдыңғы бойды қиып алдым. Қиып алғаннан кейін арнайы аппаратпен осындай вышивка жасаттым. Бұл қазақтың ерекше қорғаныш ретінде қолданылған оюы, балдақ тұмаша деп аталады. Мінекей осындай тұтас бір бөліктен тұрады алдыңғы бой. Мойнына ешқандай қосымша берілген жоқ. Жоғар жағынан 1 сантиметр, қолтығына 1 сантиметр, жанына және етегіне 1 сантиметр беріп қиып алдым. Екіншісі бұл артқы бой. Артқы бойда тұтас бір бөліктен тұрады. Мінекей артында ешқандай жазуы, суреті жоқ. Мынау бізде жеңіміз. Мінекей осылай екі бөліктен тұрады. Мынау сол жағы, мынау оң жағы дегендегідей. Енді бізге манжетті пішу қалды. Мен манжетті қалай піштім? Мынау біздің алдыңғы бойымыздың. Мына аралығы қанша болды? Менде ол 27 сантиметр болды. 27 қосылған 27, екеуі тең. Көбейтеміз 2-ге. 108 сантиметр шығады. Жалпы, мына свитшот болсын, осының айналымы 108 сантиметр. Ал мына кашкарсе матасы өте созылмалы, әдемі эффект беріп тұрады. Сіз одан 10 сантиметр алып тастасаңыз болады, яғни 98 сантиметр плюс 2 сантиметр тігіске деп алсаңыз, 100 сантиметр ұзындықта кашкарсе матасын ала аласыз, яғни осындай бір деталь болады, 100 сантиметр. Ал біздің манжетіміз жалпы 5 сантиметр болады, иә? 5 сантиметр. 2 бүктейміз, 10 болады, сосын 2 сантиметр тігіске бір-бірден. 2, яғни 12. 12 сантиметрде 100 болатын осындай детальді қиып аламыз. Мінекей мен қиып алдым. Енді бізге мына жеңімізге қанша кашкарсе қажет екенін есептейік. Ол үшін мына ара қашықтықты өлшейміз. Менде шамамен 30 сантиметр. Мына киім 30 сантиметр. Біз мына жерде жаңа 10 сантиметр алып тастадық қой. Мына жерде де шамамен солай бір 10 немесе 8 сантиметр алып тастасақ болады. 8 сантиметр алып тастасақ 22-де 12 болады. Бұл жерде де дайын күйінде манжетіміз осындай 5 сантиметр болады. Енді тігіске 2 сантиметр береміз, екі жағына. Сонда 24-те 12 деген, мінекей 12, 12, 24,
және 12. Менде осындай екі деталь пайда болды. Мінекей біз свитшотқа қажетті бүкіл детальдарды, бөлшектерді қиып алдық. Енді келесі екінші бөлімде бастан аяқ тігіп свитшотымызды аяқтайтын боламыз. Сіздерге бұл видео пайдалы болды деген үміттемін. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, өзіңіздің пікіріңізді қалдырып мені қолдасаңыз, мен өте қуанышты боламын. Ол сіздің бір лайк басқаныңыз, бір комментарий жазғаныңыз менің каналымның дамуына және маған өте үлкен мотивация береді. Келесі кездескенше сіздермен болған Гүлхан.